Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Біз 2020 жылдар жариялаған бейне баяндарымызда алғаш рет Жетісудың шығыс аумағындағы Алакөл ауданы Үшарал, Қабанбай өңірлеріндегі Шұбартау төлеңгіттері туралы тың деректер берген болатынбыз. Бұл аймақта ата-бабаларымыздың жерленген орындары болғандықтан бұл тақырып біз үшін өте ыстық болды. Жетісуда көне зираттар өте көп, дегенмен де ескі топографиялық картада көш жолы немесе керуен жолдары бойын жалғап жатқан ескі зираттар мен құдықтар еніп отырған. Олай болса, ең алдымен Алакөл аумағындағы Таз, Қарақұмдағы Қонай, Жанай, Қанай моласын, Қызылащы бойындағы Сарықасқан моласы маңындағы Уанас моласында атап өтеміз. Сонымен қатар Уанастың моласы жанында әулет адамдар жерленген зират қорымдарының да табылуы мүмкін екенін ескертіп өтеміз. Қызылащы мен Жаман-Теректі өзендері аралығындағы Уанас бабамыздың моласының табылуы біз үшін үлкен жетістік болып табылады. Өйткені осындай деректердің арқасында ғана Жетісудағы төлеңгіттердің ұмытылған тарихы қалпына келе бастайды. Бір жағынан осы ойымызды нақты тарихи айғаққа ақыр соңында ешкім дауласа алмайтындай болу үшін 2020 жылдың 25 шілде айында академик профессор Бекен Кемелбеков пен Бауыржан Ерубаевтың ұйымдастыруымен Алакөл ауданының тұрғыны Кәріқұлақ шежіреші Сембай Байұзақов қариямен кездесіп, шығыс Жетісу өңіріндегі бабаларымызға қатысты нысандарды өз көзімізбен көріп, шежірелік әңгімелерді жинап қайтқан болатынбыз. Осы сапар нәтижесінде ғана Жетісудың шығыс өңіріне шоғырланған Шұбартау төлеңгіттеріне қатысты мәселелерді де шеше бастауға жол ашатын жаңа айғақтарға ие болған едік.